Сәлем канал көрермендері. Мемлекеттен қайтарымсыз 1.225.200 теңге алғыңыз келеді ма? Олай болса, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Негізі бизнес бастау оқуына өтінімдер қабылдау бизнес-еңбек порталы арқылы онлайн режимде жүзеге асырылады. Грантқа кімдер қатыса алады? Жұмыссыз жастар, халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан адамдар және де атаулы әлеуметтік көмек алушылар, көпбалалы отбасы мүшелері, қандастар, мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасы мүшелері, мүгедектігі бірінші-екінші топ азаматшалары, халықты жұмыспен қамту орталығында тіркелген жұмыссыз азаматтар. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер қатыса алады. Сонымен қатар жеке кәсіпкерлігін 1 жылдан астам уақыт тоқтатқан азаматтар, жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын тұлға, яғни ауыл шаруашылығы бар адамдар қатыса алады. Өтінімдерді 10 жұмыс күн ішінде қабылдайды. Қабылданған соң арнайы хабарлама келеді. Сонымен қатар грант алуға үмітті адамның тұрғылықты жерде кемінде 1 жыл тіркеуде болуы қажет. Өтініш беруші егов порталына тіркеліп, электронды қолтаңба арқылы арнайы өтінішті толтырып жібереді. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер.